Сәлеметсіздер оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз 9 сыныптың алғашқы бөлімі жасушалық биология. Және біздің алғашқы өтетін сабағымыз жасушалық құрылымдар. Өздерің білетіндей оқушылар, жасуша термині бізге 6 сыныптан бері таныс болып келеді. Яғни жасуша дегеніміз организмді құрайтын ең кішкене бөлшек болып табылады. Жасушалар бірігіп ұлпаларды, ұлпалар бірігіп мүшелерді құрайды. Мүшелер бірігіп адамның дене құрылысын құрайды. Тек адамның ғана емес, өсімдіктердің де, жануарлардың да мүшелерін құрайды. Ендігі кезекте оқушылар, жасушамен толық танысу үшін оның құрылысындағы мүшелердің, яғни органоидтардың атқаратын қызметін білу үшін сендермен ойын ойнайтын боламыз. Қане оқушылар, біз жасушаның ішкі құрылысымен таныс болайық. Бізге алғашқы белгілі цитоплазма. Цитоплазма жасушаны толтырып тұратын қоймалжың сұйықтық. Және жасушаның тұқым қуалаушылық ақпаратын сақтайтын, көбеюге қатысатын мүшесі ядро. Бізде үшінші митохондрия. Төртінші мүше бізде пластидтер. Пластидтер бізде тек өсімдік жасушаларында ғана болады. Ал бесінші органоид лизосома. Алтыншы органоидымыз май тамшылары. Бізде жетінші органоид Голджи жиынтығы. Сегізінші органоидымыз түйіршікті эндоплазмалық тор. Және тоғызыншы органоидымыз бізде вакуоль. Вакуоль бізде қысымды реттеуге қатысады. 10-шы органоид бізде жасушаның ішкі мембранасы. Ал ең соңғы органоид бізде жасушаның сыртқы мембранасы. Қане оқушылар, бізде жауап дұрыс па, дұрыс емес па, соны тексеріп көрейік. Оқушылар, біз жасушаның органоидтарының атқаратын қызметтермен танысу үшін осы ойынды ойнап көрейік. Бұл ойында біз сұрақтарының жауабын ұяшықтардан іздейтін боламыз. Бірінші сұрақ: жасушаны зерттейтін ғылым саласы. Бізде ол цитология. Нәруыз биосинтезін жүзеге асыратын бізде органоид рибосома. Ферменттерді синтездейтін органоид эндоплазмалық тор. Жасуша жарғақшасы мен ядроның арасын толтырып тұратын қоймалжың сұйықтық бізде цитоплазма. Және де тұқым қуалаушылық ақпаратын сақтап көбеюге қатысатын органоид бізде ядро. Және де бізде полисахаридтер мен липидтердің синтезіне қатысатын және липидтер жинақталатын, олар биосинтез реакцияларының жүруін тездететін органоид Голджи аппараты. Бізде келесі органоидтың қызметі: жасушаның сыртын қаптайтын ең жұқа қабықша жасуша қабықшасы. Келесі органоидымыз жасушаның қысымын реттейтін, бұл бізде вакуоль. Және де кейінгі органоидымыз өсімдік жасушасына тән түс беретін пластидтер. Бізде соңғы органоидтың атқаратын қызметі АТФ синтездеу. Қане оқушылар, біз бүгінгі сабақта білген жасуша туралы анықтамаларымыз арқылы осы сұрақтардың жауабын табуға тырысайық. Жасушасыз құрылым бізде бактерия. Бұл дұрыс емес. Жасушасыз құрылым бізде вирус. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер жасушасында центроил болады. Бұл жалған. Және центроил бізде жануар жасушасында болады. Пластид жануар жасушасында да болады. Бұл жалған. Өсімдік жасушасында болатын бізде органоид, ол бізде пластид. Ядросы жоқ жасуша эукариот. Бұл жалған. Ядросы жоқ жасуша бізде прокариот.
жасуша терминін ғылымға енгізген Антон Левенгук бұл жалған, және сәйкесінше жасуша терминін ғылымға енгізген Роберт Гук. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін сабақ барысында танысқан ерекше терминдермен танысатын боламыз, яғни біз адасқан әріптерді орнына қояйық. Бізде алғашқы сөз өздерің көріп отырғандай цитоплазма. Келесі органоидымыз. Бұл бізде жасуша, яғни сабағымыздың тақырыбы. Үшінші органоид бізде өсімдік жасушасында болатын ерекше органоид, яғни өсімдіктерге түс беріп, жануар жасушасына ерекшеленетін органоид болып табылады. Төртінші бізде цитология, яғни бұл жасушаны зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Бесінші сөз жасушаны көбеюге қатысатын органоиды ядро. Одан кейінгі органоид Голджи жиынтығы. Бізде кейінгі органоид эндоплазмалық тор. Бізде кейінгі органоид вакуоль және рибосома. Соңғы органоидымыз бізде центроид. Бұл жануар жасушасында кездесетін органоид болып табылады. Мінекей оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз өз мәресіне де жетіп қалды. Яғни біз бүгінгі сабақта жасушаның құрылысымен, оның органоидтарымен және олардың атқаратын қызметтерімен таныс болдық. Және де біз алдағы уақытта да жасуша туралы тереңірек танысамыз деген ойдамын. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деген сенімдемін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.